Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздерге қазақ хандығының негізін қалаушы, қазақ халқының ең бірінші ханы Керей хан туралы айтатын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Керей хан билеген халықты алғаш рет қазақ деп атағанын тарихтан білеміз. Өкінішке орай Керей хан туралы да қазақ атауының төркіні турасында да тарихи деректер жоқтың қасы. Тарихшылар бұл құпияның сырын ашса, мемлекетімізге байланысты көп деректерге тап болар еді. Шайбани әулетінен шыққан дәулет шайхтың баласы Әбілқайыр ханның көк кесене төңірегінде шайқаста ойрат әскерінен жеңілуі, Барақ ханнан кейін биліктен айырылған орыс хан әулеті сұлтандарының бас көтеріп, жеке бөлініп шығуына мүмкіндік туғызды. Осы мүмкіндікті пайдаланған орыс ханның ұрпақтары Болатұлы Керей мен Барақұлы Жәнібек өздеріне қарайтын тайпаларды бастап, Әбілқайыр хандығынан бөлініп шығып, Моғолстан жеріне кетеді. Онда олар Моғолстан ханы Есенбұға құрметпен қабылдап, өз мемлекетінің батыс жағынан Шу бойы мен Қозыбасы өңірінен оларға жер бөліп береді. Осы арада олар жаңа қазақ хандығының шаңырағын көтереді. Бүгін тарихи деректерге сүйенсек, 1458 жылдың көктемінде хан тауында Керейді ақ кигізге отырғызып хан көтереді. Қазақ хандығының құрылуы жайлы толығырақ айтар болсақ, 1468-1969 жылдары Әбілқайыр хан қайтыс болып, оның ордасында таққа талас басталады. Тақ таласы Керей мен Жәнібектің өз еліне қайта оралып, мұндағы күреске белсене араласады. Әбілқайырдың ұлы ханның мирасқоры Шейх Хайдардың жеңіліп, қызметшілермен бірге қырылуы, ұлыстағы бар биліктің Керей ханның қолына көшеді. Осы кезден бастап қазақ хандығы іргелі мемлекетке айнала бастайды. Моғолстан ханымен бірлесіп ойрат тайпаларына қарсы күреседі. Жәнібек пен Керей хан Жетісу өңірі, Шу мен Талас өзендерінің бойын мекендеген қазақтардың басын қосуда зор еңбек сіңірді. Бұл мақсатпен олар өзара қырқысуларды басып, ірі феодалдарды маңайына топтастырды. Керей хан немере інісі Жәнібекпен бірге жас мемлекеттің іргесін бекітіп, хандығының дамуына көп тер төгеді. Керей хан қазақ хандығының негізін қалаған тарихи ірі тұлғалардың бірі. Орыс ханның немересі Болат ханның жалғыз ұлы. Керей ханның шығу тегі Жошы ханның үлкен ұлы Орда Еженнен бастау алады. Орда Ежен, оның ұлы Сасы Бұқа, оның ұлы Ерзен, оның ұлы Шымтай және оның ұлы Өріс хан болып жалғасады. Аңыз бойынша Керей хан қазақ хандығын 10 жылдай билеген екен. Дүниеден озғаннан кейін хан тауы етегінде жерленген. Тарихқа сүйенсек, Керей ханның хандық билікті ұлы бұрындыққа берген туралы. Керей ханның өзбек ұлысын басқарған кезеңі, оның тағдыры кей уақытта қандай жағдайларда қаза болған туралы нақты мәліметтер көрсетілмеген. Алғашқыда қазақ хандығының аймағы батыс Жетісу жері, Шу өзені мен Талас өзенінің бойы еді. Міне нақ осы аймақта тарихи деректерде тұңғыш рет қазақ деген атау қолданылады. Ежелден осы мекенде мекендеген қазақтың ұлы жүз тайпалары Дешті Қыпшақтан қоныс аударған қазақ тайпаларымен етене араласып кетеді. Әбілқайыр хандығындағы аласапыран соғыс салдарынан алауыз болған халық бұл араға келіп ес жиып, етек жауып, экономикалық тұрмысы түзеле бастайды. Мұны көрген Дешті Қыпшақ көшпенділері Әбілқайыр ханның қол астынан шығып, бөгеуін бұзған судай ағылып, қазақ хандығына келіп қосылып жатты. Бұлар жаңадан құрылған қазақ хандығының үкімет билігін нығайтып, оның беделі мен әскери, саяси күш қуатын арттыра түсті. 1468 жылы қыста Әбілқайыр хан қазақ хандығын қиратпақ болып, Жетісуға жорыққа аттанады. Бірақ сапары сәтсіз болып, жорық жолында қаза тапты. Әбілқайырдың қаза болуы қазақ хандығының нығаюына және жер көлемінің кеңеюіне үлкен септігін тигізеді. Әбілқайыр хан өлгеннен кейін оның елінде қырқыс басталып, хандық ыдырай бастады. Өзбек ұлысының шаңырағы шайқалды, ірі шиеленістер басталды. Оның көпшілік бөлігі Керей хан мен Жәнібек ханға көшіп кетті. Мұндай тиімді жағдайды уақытында пайдаланған қазақ хандары Керей мен Әз Жәнібек бұдан 12 жыл бұрын өздері ауып кеткен ата қонысты Дешті Қыпшақ қайта оралды. Тарихшылардың айтуынша, биліктің орыс ханның тұқымдарының қолына өтуі де көшпелі өзбектер мемлекетіндегі саяси жағдайды өзгерткен жоқ. Дегенмен бұл оқиға
көшпелі өзбектер мемлекеті атының дешті қыпшақ болып өзгеруіне ықпал етті. Бір кездері Моғолстанға қоныс аударған адамдар өзбек ұлысында қазақтар деп атала бастады және бұл атау бүкіл хандыққа тарай бастады. 15 ғасырдың орта шенінде ежелден Жетісу өңірін мекендеген түркі тайпалары бір этникалық топқа бірікті де қазақ халқын құрады. Керей хан туралы 15 ғасырдың ортасына дейін ешбір жазба деректері кездеспейді. Ол туралы дерек жазба беттерінде артынан ерткен бір топ қазақ хандығының қалқын бастап Шу және Қозыбаш жеріне бастап келуіне байланысты орын алады. Қазақ хандығы туралы бізге жеткен жазба деректердің бірі Мұхаммед Хайдар Дулатидың Тарихи Рашиди еңбегі. Бұл еңбек негізінен Моғолстан мемлекеті тарихына арналған. Десек те сол кездегі тарихи саяси жағдайларға байланысты Тарихи Рашидиден қазақ хандығына қатысты деректер кездестіруге болады. Қазақ хандығының құрылуына 1457 жылдан кейінгі Керей мен Жәнібек сұлтандардың Әбілқайыр ханға наразы бір топ халықты бастап, батыс Жетісу жеріндегі Шу мен Талас бойына көшіп кетуі осы еңбектен белгіледі. Керей хан есімі тарихи деректерде соңғы рет 1472-де 1473 жылдары Жүніс хан ордасына Бұрыш оғылан деген сұлтанның шабуыл жасауына байланысты аталады. Соған қарағанда Керей хан 1470 жылдан бас кезінде қайтыс болған. Керей ханның қандай жағдайда қай жылы қайтыс болғандығы жөнінде нақты мәліметтер жоқ. Керей ханның 3 баласы болды. Олар Бұрындық хан, Қожа Мұхаммед және Сұлтан Әлі. Олардың ішінде 30 жылдан астам қазақ хандығын билеген Бұрындық ханнан соң тақ билігі түпкілікті түрде Жәнібек ханның ұрпақтарының қолына өтеді. Керей ханның қалған 2 ұлы жөнінде деректер кездеспейді. Әл-Фәтнама, Шайбани нама деректерінде тек қана Жәнібек ханның есімі кездеседі. Профессор Берекет Кәрібаев былай дейді: Қазақ хандығының құрылуы тарихына байланысты жазылған тарихи зерттеулер мен әдебиеттердің бәрінде хандықтың негізін салушылар Керей мен Жәнібек хандар деп айтылатыны белгілі. Дерек мәліметтерінде көрсетілгендей, олардың Әбілқайыр ханнан бөлініп, Жетісудағы Моғолстан атты хандыққа келуімен қазақ хандығы құрылды деген пікірді зерттеушілердің бәрі мойындайды. 14 ғасырдың ортасында айтылған бұл пікір қазіргі күндерде тек даму үстінде болды. Бірақ та осы саяси үрдісте жетекші рөл атқарған тұлғалар Керей мен Жәнібек хандар туралы зерттеулер толық жүргізілмей, олар туралы біліміміз тек дерек мәліметі деңгейінде қала берді. Оған себеп деректік мәліметтердің мардымсыздығы. Қазіргі күнде заман талабы өзгеріп, өз тарихымызға қайта үңілгенде алғашқы хандарымыздың тарихын, олардың атқарған рөлін көрсетуге осы себеп қол байлау болады да тұрады. Мардымсыз деген тіпті жоқ деген емес, аздау, бірен-саран деген мағынада. Олай болса, қолда бар деректерге сүйеніп, ұлттық мемлекетіміздің іргетасын қалаушылардың ел тарихында қалатын орнын неге ашып көрсетпейміз? Рас, Керей хан туралы деректің аздығы тарих қойнауында қалған деректемелердің ашылуына тұсау болуда дейді. Тарихтан білеріміз, Керей хан мен Жәнібек хан тәуелсіз Қазақстанның іргесін қалануына себепші болды. Ал біз бүгінгі ұрпақ бабаларымыздың ұлы істерінің жалғастырушыларымыз. Осынау ұлан байтақ аймақты мекендеген қазақ тайпаларының басын қосып, бір тұтас мемлекет етіп біріктірген Керей хан бабамыздың бүгінгі ұрпақтары жер жаһан жұртымен көп ғасырлық достық және тату көршілестік дәстүрлерін сақтап келеді. Сіз үшін оттаймыз.